Ana apalarımızın, atalarımıza Kur'an okutması, bala şagalar, nemereleri, şöbereleri, soğuksulun altından muhterem cemaat sel, tыңдаңыздар. Ana ulustu uluğundu, 80 yıl oldu atalarımız soğuksuğa atıp, kan tөгіп, майданнан қайтқаны бар, майданнан қайтпай қалғаны бар. Ағайындар бүгін сондай күн, ұлыстың ұлығыны, бұл совет кезінде жеңіс кезінде дейді, әлі де сол жеңіс кезі аталарымыз соғысқа атысқан, осы үйдегі атада соғысқа атысқан, соғысты көрген бәрін басына өткізген кісілер еді. Мұхтарам жамағат енді ағайындар, өткенді ойласаң, өткен күнді айтады жыр дейді, тыңдасаң естіледі бір терең сыр. Ой өліп өмір сөніп көп соғылған, сурет өткендердің алдында тұр. Толқыны бұл өмірдің талай тұрған, көп жанды алда соғып зарландырған. Аяған бұл өмірдің пендесі жоқ, жас демей, кәрі демей, торын құрған дейді. Өтіп баратқан уақытты мұхтарам жамағат. Кешегі аталар, кешегі аналар қайда қазір, бәр дүниеден озып кетті. Бүгін сол кісілерді еске алып, бала шағалар атынан беріп атқан садақасы қабыл болсын айналайын. Ниеттерің қабыл болсын. Еш жаманшылық көрмен, соғыс болмасын, соғысты Құдай сақтасын. Осы бейбіт заманда міне дастархан байлығын, дені саулығын беріп, осындайда жақсы беріп атқан садақалары қабыл болып, садақа берген азбайды, қатарынан тозбайды дейді. Садақа бермеген еш уақыт тозбайды, садақалары қабыл болсын айналайын. Мұхтарам жамағат, ағайындар, туыстылар, бауырлар, ниет қабыл болсын. Бір дұға оқиын, Құран оқиын, асоқшылары бағыштайын. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velezzâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere kayfa fa'ala rabbuha bi ashabil fil. Elem yecgal keydahu fi tadlil. Arsal aleykum tayran ababil. Tarmikim bi hicretihim sicil. Faşagalayka kagaskal makkul. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yakul la kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, illahin nas, min şerril vasvasil hannas. Allazi yuvasvisu fi sudurin nas, minel cinneti ve nas. Sadakallahul azim. Subhan rabbik rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi alamin. Allahümme erhayn arfan azim aşkal imam mavnura huda rahmak. Allahümme zekrina mihum nasina galimna mihum jaklina arzukna tilettahvanna ilanna harcvat alamin. Ya Rabbim Allah жоқтан бар етуші жанды жансыздардың егесі. Бүгін ұлыстың ұлы күнде осы оқылған кәлемшар баяттарының, арнайы сойылған малдарының, жайылған дастарханының, илахиде қол жайған жамағаттарымызға бірге ниеттерімізді сауабын. Хазіретті адам ата хаурамыздан ақырет пайғамбары, екінен соңғы пайғамбар болған Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи саламға, барша пайғамбарлар, әулие әмбиелерге, осы қара шаңырақтан өткен бүкін осы Құранға тікелей себеп болған аталарымыз Жәфек баласы Сметтің рухына, кешеге дүниеден озған апамыз Қошқарбай қызы Айтгүлдің рухтарына, кеше ғана дүниеден озған бауырымыз, ініміз Смет баласы Сәбетханның рухына, Смет баласы Қалбектің рухына, және де басқа да дәметкен әруақтардың бәріне бағыштаймын. Алладан рахым пайғамбардың шафағаты болсын. Жатқан жерлеріңіз, жайларыңыз, топырақтарыңыз, торқабап имандарыңыз серік болсын. Алла алдарыңыздан жарылқасын. Артта беріп атқан бүгін садақаларını Алла Тағала қабыл болып, Алла Тағала ішкенін сол кісілердің рухтарына тие берін, Алла нәсіп етсін. Раббана атина фи дуния хасанатан, ва фил ахирати хасанатан, ва қина азабан-нар. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Bir rahmetke ya Erham Rahim. Allahu Ekber. Kabul olsun. Sadakalı kabul etme. Bala şağalarının atından, nemere şöberelerin atından verilgen arnay Kuday tamak kabul olsun. Allah Teala'm kabul etip ferişteler avminde niyetlesti tileklerini Allah Teala kabul etsin. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
атамыздың осы әкеміздің немерелерінің енді ұйымдасып осы 9 майда мына 80 жылдық жеңістің құрметіне деп, атамыздың құрметіне деп осы немерелері осы асты беріп отыр. Ал енді Алла мінекей Құдай берген өзі бір 60 шақты, енді оның санын неғымаймыз ғой. Осы немерелерінің мынасы ниеті. Рахмет мінекей. Бәрлеріңізге осындай біреу айтады мейрам дейді, біреу айтады бұл еске алу күні дейді, әрқандай болды ғой. Біз енді жастайымыздан осы 9 май жеңіс күнде өткенбіз. Осы әкелеріміздің төл мейрамы болатын. Мінекей сол кісілердің арқасында мінекей өсіп өніп отырмыз. Бәрлеріміз мінекей Құдайға шүкір. Еліміз, тыныш жұртымыз аман болсын. Жаңа үлкендер айтқандай соғыстың аты өшсін. Ондай ешқандай ғаламат болмасын. Бәрлеріңізге денсаулық тілеймін. Аман сау өстіп, тыныш елімізде бейбітшілік болып өмір сүрейік. Рахмет мына немерелерге, шөберелерге араларында мінекей. Ал тамақтан алып отырыңыздар. Осы еске алып деген сияқты. Рахмет бәрлеріңізге. Атамның жаңағы жеңістің 80 жылдығына бас қосып жатыр екенбіз. Мына бауырларыма рахмет. Бәрі бір ауыздан өстіп жиналып, өстіп ас беріп жатырмыз. Сол бәріңізге де рахмет, келіп жатқан қадамдарыңызға гүл бітсін. Осылай бірлігіміз ажырамай, әрқашанда күліп ойнап жүре берейік. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі керемет мейрам ғой 9 май деген. Атамыздың жақсы көретін сүйікті празднигі болатын. Біздің де бала кезімізден осы 9 май ол атаның, апаның күні болатын біз үшін. Осы немерелер, қызғалдақ әпкеміз, қайда қызғалдақ әпкеміз, ой салып, осындай Аллаға шүкір атамыздан тараған немерелер аз емеспіз. Алды 50-ге келіп атыр. Асхат ағамыз бүгін келе алған жоқ. Бірақ үлкен сәлемін айтты. Құран хатым түсіріп, ол кісі өзі сөйтіп, барлықтарымыз ат салысып, өйстіп бүгін мама жыламасай. Бүгін мінекей жұма күні, әдемі күні, 9 май күні. Аха, жоқ кетті. Осындай ас беріп отырмыз. Смет атамыз бен Айткүл апамыздың көзін көрген кісілер бар осы жерде. Алла Тағала сіздерге денсаулық берсін. Атамыз бен апамыздың жатқан жері жайлы болып, бүгінгі жасап жатқан игі ісіміз Алла Тағаланың разылығы үшін жайып отқан дастарханымыз қабыл болып, бүгін мінекей қанша уақыттан бері немерелер көбі сыртта, ауылда, қалада, Астанадан келіп атқан, Алматыдан келіп атқан кісілер бар. Мінекей бүгін бас қосып отырмыз. Өзіміз бір-бірімізді көрмегенімізге бірталай жылдар болған екен. Бүгін сол балалық шағымызды еске алып ауылға келіп, осындай дастархан жайып отқан жайымыз бар. Алла Тағала ниетімізді қабыл етсін. Сіздерге ас болсын, үлкен рахмет келгендеріңізге. Осындай Алланың қалауымен бүгін осы үлкен әулет болып, Аллаға шүкір болып жиналып отырмыз. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде тек қана жақсылық, қуаныш болсын. Тек қана осындай қуанышты күндеріміз көп болсын. Ата-апамызды еске алып жылағымыз келіп тұр әрине, бірақ бүгінгі күнді көңілді кішкене өткізейік. Немерелерден тараған шөберелер бар, барлықтар бүгін жиналып, ауылға келмегендері бар. Сондай кішкене қызықты болсын деген ниетпенен ұйымдастырған кішігірім жарыстарымыз бар. Оның бәрі алда әлі көре жатарсыздар, Алла қаласа. Мынау алдарыңыздағы астан алып, жақсы демалып отыруларыңызға тілектеспіз. Рахмет. Ассалаумағалейкум, көпшілік ағайындар, ауылдас. Мына атамның көзін көрген кісілер, сіздерге мыңда рахмет. Біріншіден мереке құтты болсын 9 май. Мен сияқты тәжікті болғандар деп қойсын. Не дейміз, тек жақсылық болсын, әрдайым шағаттан болсын, той болсын. Қазақтан мақал бар ғой, өлі раза болмай жары байымайды деп. Сол кісілерге тие берсін, лайым жақсылық болсын. Әрқайсылар шағаттан болсын, тек қана жақсылық, той болсын. Соған тілектесім той болуға.
Сау саламатсыздар ма? Бүгінгі жұма тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Мына оқытылып жатқан Құранымыз атамызға, апамызға, Қалбек көкемізге, әкеме тие берсін. Әкең өлсе де көзі көрген өлмесін деп атады ғой қазақта. Мына Құранымыз қабыл болып, осы Жәкектер әулетінің немерелеріне үлкен көп рахмет. Ұйымдасып, әруақ риза болмайды, пірі байымайды дейді ғой. Дендеріңіз сау болсын, осы үйде қуаныш болсын. Қара шаңырақта отырған ағамыз бен жеңгемізге рахмет. Құдай тіл көзден сақтасын. Осындай немерелеріміз, шөберелеріміз Құран оқытып, неғып атқандарыңызға рахмет, қабыл болсын. Қосылып тұрма. Ассалаумағалейкум. Келген қонақтар, қабыл болсын, беріп атқан Құранымыз. Әрдайым осындай жақсылықта, қуанышта жолығайық. Аман болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Иә, сол. Бүгін мына ауылдың кәргесі әрі менің әкем еді Смет. Менің әкеммен қатар еді. Мінекей бүгін мына артында оңылар деген бүгін міне бала шағасы, немере шөберелері жиылып, еске алып, бүгін ағайын туысқанды жиып мінерде мінекей үлкен қуаныш Құран оқытып жатыр. Не дейміз? Ол кісінің арты қайырлы болсын, жатқан жері жайлы болсын мінекей. Артында қалған ұрпақтарына ұзақ өмір берсін, немере шөбересіне. Міне аталарын өмір бақи естіп, еске алып, Құран оқытып тұрсын, бақытты болсын. Ассалаумағалейкум. Құрметті көпшілік, жалпы ауылдастар, ағайын туыс бауырлар, ағаларым, көкелерім, жеңгелерім, әпкелерім, барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын. Бүгінгі атамыз бен апамызды еске алып, Құран бағыштап отқан Құдайымыз қабыл болсын, лайым. Әрдайым жақсылық болсын бәрімізде. Анау айтады ғой, жаңа әкем өлсе де әкемнің көзін көрген өлмесін деп. Анау сіздер аман болыңыздар, ешқашан ауырмаңыздар. Осындай жақсылықта, қуанышта кездесейік. Шіркін, осы үй бізге қандай керемет жақсы еді. Бала кезде осы үйде қанша дарбыз жеп, жүзім жеп осы үйдің, осы огородтың осы жерде өскен едік. Осы жерден үйге қарай қашқан едім. Ол да бар есімде. Соны апам мені қашаған деп атап кетіп еді бала кезде. Лайым жатқан жерлер жайлы болсын. Шіркін, қызықтар көп қой, айта берсең. Не деймін, сіздерден ешқашан ауырмаңыздар, ауылдастар аман болыңыздар, жақсылық болсын, сіздерде той болсын үйлеріңізде. Құдайымыз қабыл болсын. Енді соғысқа бармаған адам біздер ненің мәнісін білеміз. Соғысқа барып, біздің осындай өмір, жақсы өмірге әкелген қанша бір адам, мінекей Қазақстанның қазақтары дүниеден кетті, сол жақта қалды денелері. Елге келгендері мінекей Құдайға шүкір. Осы Смет Құдамыздай мінекей көп балалы, шағалы, Алладан баланы тілейтіні осы. Құдайға шүкір бүгін кілең немерелері жиналып, өзіміз ас береміз деп қанша халық жинап жатыр. Бұл тарихи есте қалатын отырыс бүгінгі. 80 жылдығы, жеңістің 80 жылдығы дегенге бұл ешкімге бұйыра беретін датылы күн емес. Алла тағала бізге нәсіп етіп бүгін осындай үлкен тойдың қарсаңына кездесіп жатырмыз. Ал енді көп сөйлеп мәрістерімді кетірмей, өткен себебі қиындықты көрмегеннен кейін кілең әркім өзінің заманына сәйкес талап етеді ғой. Сондықтан біз енді кішкентайда болса қиындықты көрдік. Ата-бабаларымыздың барлығы сол соғысқа қатысқан, соның ұрпақтарымыз. Ал енді мынандай құрмет жасап жатқан біріншіден Смет атаның немерелеріне үлкен денсаулық тілеймін. Совет Құданың ортаншы қызың енесі боламын, көкөзекте тұрамын. Бұл кісінің еңбегі деген көп сіңген отан соғысына барып келді. Кенен кейін прораб болып бүткіл елге үй салдырған, киттайымызда бұрнанды бөліп жеп жүрген кісілеріміз.
Мінекей ұрпақтарына рахмет, өлі разылмай тірі байымайды деп бүгін Құран оқытып әрбағын бір аунатып жатыр. Осы кісілердің арқасында өсіңгі жастар чалқып-балқып өсіп өмір сүріп жатыр. Құдай енді соғысты болдырмасын, ұрпақтары мың жасасын. Адам ұрпағымен мың жасады дейді. Міне мың жасап отыр бұл құда. Рахмет, құдағиттап көзін көрдік, бұрнанды бөліп жедік. Бүгін міне ұрпақтар немере шөбересінің басын қосып мына балалар Жәнібек міне қара шаңырағын әкеп Құран оқытып жатыр. Міне Алладан қайтсын істеген істері. Нұр болып жаусын мына беріп жатқан садақасы. Рахмет айналайын. Мына құдағиыма кішкене бір сыйым бар еді. Бір әулеттің әжесі болды. Соны енді рұқсат етіңіздер. Ал енді қызым өзі Жәнібекке келген подаркасы бар, оны өзі береді. Ал құрметті мынау Суханбай елінің халқы. Бүгінгі міне дүбірлі тойдың осы бала шағасының, немерелерінің, шөберелерінің оқып жатқан Құранына бәріміз куәгер болып жатырмыз. Алла тағалам бүгінгі күнді осы бір үлкен әулеттің, осындай бір үлкен бала шағасының ортасында, ауыл құда жекжаттың арқасында, ағайын туыс бауырдың ортасында осындай бір үлкен дастархан жайылыпты. Мінекей бізді сол анау Қызылордадан кішкене шақырып билет келгеннен кейін құдам мен құдағайымды мен өзім 21 жасымда едім сол кезде. Институтқа түскен кезім еді. Жездем Әлекең өзім апамды алып, сол екеуі үйленгеннен кейін мен құдаша болып, мен 21 жасымда осы үйде бойдақ балдар көп болды. Кенже де бойдақ, Қалыбек де бойдақ. Бір балаға келмейді екенмін, осы баламен киноға барайын, болмаса осы ауылды бір қыдырайын деп. Мен құдам мен құдағайымның кешке жақын келем. Сомпаңдап алып Айтқұл құдағайым етін салады. Түні мен бауырсағым пісіреді, азанда мені соның бәрін қалған маған салып беріп шығарып салады. Бұл кісілердің көзін көрдім, қолынан ас іштім. Менің енді әкешем көрді ғой, әкешеміздің көзі кетіп қалды. Содан кейінгі үлкендердің біреу болғаннан кейін бүгінгі күні мінекей сіздердің орталарыңызға келіп отырмын. Ал енді айтарым өздеріңізге мынау немерелері оқытып жатыр деп жатыр ғой арнайы. Молодцы бәріңе де. Ырзамын. Керемет. Мұндай бірде болса бірде болып жатырған жоқ. Алла тағалам бергеннен айырмасын. Барлықтарыңызда бақытты болыңыздар. Бала шағаларың өсіп өніп, сол құдам мен құдағайым сияқты жарқырап жайнап, осы біз сияқты құдағайлармен тату-тәтті болыңдар. Дендеріңе саулық тілеймін. Ал мынау ауылдықтар, енді өздеріңіз көзін көрдіңіздер ол кісілердің. Осындай әдемі бүгін отырыста бәріміз куәгер болып жатырмыз. Құтты болсын бір жағынан, бір жағынан. Мына 80 жылдығымыз құтты болсын. Үлкен ата бабаларымыздың алып келген жеңісі ғой. Сол жеңістің біз жемісін жеп жатырмыз қазір. Денімізге саулық берсін, отбасымызға амандық берсін. Алла тек қана жақсылықта жолығуды нәсіп етсін. Және осы үйді шаңырақты ұстап отырған Жәнібек пен келінге мыңда бір рахмет. Орны бөлек жаңағы айтады ғой, артында қалған ұрпағы аман болсын деп. Сол артта қалған ұрпақтар аман болсын. Осы үлкен үйге Айтқұл құдағайым мен Смет құдама қалай келсек, аяғымызды кердең басып, ұялмай осы үйге келеміз қазір дейді. Мыңда бір рахмет бәріңе. Өсіңдер, өніңдер, көбейіңдер. Жақсы күндерде жолығайық бәріңізге де. Рахим көпшілік Суханбай ауылының ер азаматтары менен апалар, жастар шығып жатыр ма дауысы? Мына шықпай қалды ау деймін. Мына бүгін менің ең бірінші құдам Смет құдамен Айтқұл құдағиымның керемет, былайша айтқанда, мына жеңіс күні мейрамына келіп отырмыз. Осыны еске алып, бұл құдам мен құдағиымды біз еш уақыт ұмытпаймыз. О кісінің екеуінде көзім көрген. О кезде құдам мен құдағиым қазіргі біздің жасымызда еді. Мен құдам мен құдағиды құданы ата деп қалып, құдағиымды апа деп қалушы едім. О кісі мені өзінің құдағиындай емес, қызындай мінекей балақана салып кетті. Мен құдамды бәр жерде мен мақтап отырам, оны мінерді балаларды біледі. Әлімбек құда, мына Жәнібек, осы үйдің бәрі мақсат барлығы біледі. Мен қай үйде бас қосып отырсам да осы Смет құда менен құдағиымның тірліктерін айтып отырамын. Аллаға шүкір, біздің қызымызды емес, өзімізді алақанына салып кетті құдам. Жатқан жері жайлы болсын, құдам менен құдағиымның. Әр уақытта алдары пеш, арты кеніш болсын, ұстағандары шырақ, мінгендері пырақ болсын дейді. Мінекей бүгін білмеймін әйтеуір аунап жатыр дейді, Алла жеткізіп жатқан шығар, әр уақыттар осы жерде жүрген шығар. Мінекей әр уақыт риза болсын. Мына
балалары, қыздары, ұл қыздары жасап жатыр ғой. Енді биыл міндетті немерелер өздері алыпты. Рахмет немерелеріне. Осында үлкен халықтың басын қосып, атасы мен апасын еске алып, елдің басын қосып, Құдай тамақ беріп атқандарына. Құдай тамақтары қабыл болсын. Балалардың жасап атқан ниеті қабыл болсын. Соған келген қонақтар бүгінгі мереке құтты болсын. Дәулен, мереке құтты болсын бүгін. Қайындарым, айналайындар. Мына алдыңдарыңыздағы дастархан жайып, осынша ағайын туысқан бауырларын, құда-құдағиларды төрдің басына шақырып отырған айналайын көрген білгені ол тәтем мен жеңешемнен қалған тәрбие шығар. Мына немерелерге, шөберлерге рахмет, үлкен немерелерге рахмет. Бәрімізді қазір енді тура сол тәтемдердің жасына келіп отыр мен. Жаңа есіктен кірген уақытта тәтем мен жеңешемнің суретін көріп сәлнеғып қалдым өзім. Осыда да 60 жыл бұрын осы араға келін болып аттап келіп едім осыға. Осы үйде тойымыз өткен ол кезде. Қазіргідей ресторан жоқ. Ресторанында барлық керемет осы үй болған еді маған. Ішкі тамда залда той болды. Бір күн ауыл тойы, екіншісі комсомольский свадьба, үшінші күні жекжеттардың тойы болатын. Сол комсомольский свадьба осы тәтемнің кең сарайда бол кезде бұл үй ауылдың ең үлкен үйі етін. Мына жерде Ошапай тәтем үйі, мына жерде Пірімқұл тәтем енді кешірсін аттарын атап жатырмын ол кісілердің. Сол кісілердің бәрін көзін көрген мен едім өзім. Қандай аталар еді, жатқан жерлер жанатта болсын. Мына бүгінгі жеңіс мейрамы құтты болсын. Енді бұндай соғыс болмасын. Ал енді соны айта отырып, мына артында қалған ұрпақтарына, барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, отбасыларыңыз аман болсын, тек қана жақсылық болсын. Бүгінгі оқытылған Құран қабыл болып, алды пеш, арты кеніш болсын. Көп нәрсе айтам деп келіп едім енді міне. Ал енді тәтем мен жеңешемнің бізге Нұрхан екеумізге істеген жақсылықтары өте көп. Менің өлтірімді алып барып, сонда менің әкемен құда болып екеуі бірге 100 граммды ішіп, бір келсе осы сәмбеттердің осы әдеті айдап ететін, өзі бірақ ішінен жақсы көріп тұратын соншалықты. Сондай сыйласқан кісілер еді. Бәрі қазір енді о дүниелік болып кетті. Ал енді тәтем осы ауылда оқығанда көп, тоқығанда көп қазір. Бірақ сол замандағы оқығандардың ішіндегі Нұраханды сүйреп жүріп, жаңағы Москваға оқуға жіберген уақытта тәтем қалтасынан жаңа 50 сом, 100 сом беріп, Айткүл жеңешем инжігіменен жаңағы құртын майын алып, және осы ауылдағы біз келген уақытта Нұрахан екеуміз анау автобустан түсіп келіп Юсыраға келе берген уақытта анау көшенің басынан үлкен апа шығады, Бакудың үлкен апасы шығады. Одан мына жерден осы үйдегі апасы шығады, мына жақтағы апалардың барлығы шығады. Алдымыздан шығып, біз бір Меккеден келгендей болатынбыз. Содан әкең конфет анау-мынауымызды қоямыз. Ертеңіне біз қайтып барсақ, біреу құртын, біреу жаңағы майын, біреу табанша нанын алып алдымызға қарай жүгіретін. Мені сондай заманды басымыздан кешіріп, сол кісілердің рухтары қай уақытта болса да қорғап, қолдап жүре берсін айналайындар. Мені артында қалған ұрпақтары сендердің барлықтарыңа, дендеріңе саулық, отбасыларыңа амандық, балаларының немере шөберелерінің қызықтарын көре беріңдер. Төр басында тұрған құда-құдағилар сіздерге де рахмет айналайындар. Жатқан жер жанатта болсын. Айналайын. Сонда апам ылғида осы Нахан айтып отырсын, менің артынан ескен сіңілім менің. Жаныма сен Нақай
Janilерге өткенде келгенбіз, ана 100 жылдығында, оны шапан жапқан, бәрін жабам қазір. Бірақ енді мына жол мен нақаға барып, нақадан бастайын дедім жаным. Апамның сіңлісі болды. Тәтем деген сені қалай мұрнынан бетінен сүйсе, бізді де сөйтіп солай маңдайымыздан сүйетін тәтем жаным. Рахмет, Шәке. Кімге отыр енді? Жәнеге өткен шапаны кигізгенмін. Кімге? Құда бала, мен үшін құда бала. Құда бала. Кішкене көңіл аудасаңыздар. Немерелерге, мынау немерелердің басы болып Асхат ағамыз ғой. Асхат ағамыз өзі келе алмай, үйдегі жеңгеміз арнап Асхат ағамыздың беріп жіберген сый-сияпаты бар екен. Мына жерде Шара апамызға, Сүйімхан апамызға, Несіпкүл апамызға деп жаздыртып тұрып бөлек беріп жіберген сый-сияпаты бар. Соны келді. Сый-сияпатымызды қабыл алыңыздар. Осы жерде сосын атамыз бен апамыздың құда-құдағилары бар. Сол кісілерге де арналған кішігірім сый-сияпатымыз бар. Көз көрген атамыздың, апамыздың көзін көрген кісілерге Гүлка әпкеміздің үйіндегі атасы мен апамызға. Мына жақта отыр. Нұрғожа құда мына жақта отыр, аха. Сәуле дүйшеміздің анасы бар осы жерде. Атамыз бен апамыздың құдалары деп, Нұрғожа құда, Айымкүл құдағи. Яқта Назым әпкеміздің құдағи отыр, үйіндегі апамыз. Сол кісіге де апамыздың, атамыздың көзін көрген деп, кішігірім сый-сияпат шапандарымыз бар. Қабыл алыңыздар, кішігірім сый-сияпат. Давай. Соғы жаңа айтқан. Сонымен болды енді. Аламин. Аллахум архайн архан азим ашкал кимам маунрау дав рахмах. Аллахумма закрина михумма насина галимна михма жаклина арзуқна тилеттаханна лана аржот аламин. Я Раббым Алла жоқтан байлатып жанды жансыздардың егесі. Бүгін ұлыстың ұлы күнде айдың мүбәрәк күнде осы арнайы сойылған малдарының жайылған дастарханның илахиде қолжаға жамағаттарын бірге ниеттеріміздің сауабын Хазірет Адамата Хауанамыздан Ахрет пайғамбар, соңғы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаху алейхи саламға барша пайғамбарлар, әулия әмбиелерге бүгін осы Құранға тікелей себеп болған аталарымыз осы қара шаңырақтан озған сол кісінің аттарына Жапек баласы Сіметтің рухына кеше ғана дүниеден озған апамыз Қошқарбай қызы Айткүлдің рухына және кеше ғана дүниеден озған бауырымыз ініміз Смет баласы Советханның рухына, Смет баласы Қалибектің рухтарына және де басқа да әміткер рухтың бәріне бағыштадым. Алла рахман пайғамбар шапағатын берсін. Жатқан жерлерің, жайларыңыз бұл топырақтарыңыз торқабап, имандарыңыз серік болсын. Алла алдарыңыздан жарылқасын. Артта қалған отбасы ошақ қастарыңызға, бала шаға, немере шөберелеріңізге Алла тағалам бүгін беріп отырған садақасын сол кісілердің атынан қабыл етсін. Немере шөберелердің атынан қабыл болсын. Еш жаманшылық болса, Алла жақсылығын берсін. Осы қара шаңырақта Алла жақсылығын бере берсін. Аллаху акбар, амин. Қабыл болсын, айналайын бауырлар. Қабыл болсын.
да сен үшін қарсы тұрып, бағындырып белесті қырдасатын бауыр керек. Өмірде жанға жақын, тек жақсылық жасауға қамданатын, сыртыңнан жамандаса біреу сені, алданбай сөздерінен арланатын. Бауыр деген бір әлем, ауыл бөлек, бауырларсыз жүгіңде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік, өмірде әр адамға бауыр керек. Бауыр деген бір әлем, ауыл бөлек, бауырларсыз жүгіңде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік, өмірде әр адамға бауыр керек. Құрметті жиналған қауым, барлықтарыңызға саламатсыздар ма? Кімді көрмедім? Бүгінгі мерекелеріңізбен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Бүгін үлкен мереке, соған орай біз немерелер болып, осындай сіздерге керемет дастархан жасадық. Негізі байқасаңыздар, бүгін басқа күндерден айырмашылығы бүгін жаңбырлы болды. Бұл біріншіден Алла тағаланың нұры деп білемін. Екіншіден біздің ата-апаларымыз тоже самый қуанып, сөйтіп жылап жатқан шығар. Сіздерге мында бір рахмет, алтын уақыттарыңызды бізге поддержка беріп, қолдап, бізді осындай алтын уақыттарыңызды бізбен өткізгендеріңізге барлықтарыңызға ас болсын. Барлықтарыңызға осындай біздің немерелер сияқты барлықтарыңызға ұйымшылдық, береке, табыс тілеймін. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Біздің тәтем осы ауылға келгенде әпкесі Қыздайдың қолында келген, Қыздай әпкемнің. Жарықтық қыз тумадым деп армандап бізді қыз қылып, бар айтқанымызды істеп, бидай жейміз деп бидай өтіп алушы еді. Одан шешемнің әпкесі көрші Қарасуда тұрды. Ол жаққа қыдырып барамыз да, ана крем жақтың тапаннан пісіріп крем жақтың. Сондайғы беркелеп өсіп ек. Сол қыздардың бәрі риза болсын. Бүгін атағым келіп отыр. Айтқым келіп отыр. Сол кісілердің анасы дәу апамыз болған Айнагүлдің. Ол кісінің жалғыз баласы соғыстан қайтпаған Әбдікамал деген Қанағаш ағамыздың бәрі риза болсын. Немерелер, бүгінгі берген тамақтарың, құдайларың, садақаларың қабыл болып, соның сауабы, соның барлық жақсылығы сендердің немерелеріңе жетсін. Балаларың аман болсын. Рахмет. Өте тамаша ризамын ұйымдастырғандарға. Көп-көп рахмет, Алла разы болсын. Барлықтарыңызға астан алып отырыңыздар. Енді мынау бір кішкене қызық болып отырсын. Басымыз қосылып отыр, Аллаға шүкір, міне көшенің арасында бір ойындар өткізіп отырайық. Емін-еркін отырыңыздар, алдарыңызда астан алып отырыңыздар. Қазір тамақтан кейін Құдай қаласа асықпай тамақты жақсылап алыңыздар. Одан кейін бір Құран оқиық, жақсылап бағыштап. Одан кейін жаймен шайды әкеле береді. Соның арасында бір ойындар ойнатып отырайық, Құдай қаласа. Ең бірінші ойынымыз бізде бүгін қанша дегенмен қыздың жолы жіңішке деп айтады ғой, мысалы, қыздың жолы жіңішке болғаннан кейін жеңгелеріміз бар. Кез келген әйел адамға қатысуға болады, ол бізде шекер көтеру. Кім көп көтереді ол шекерді? Құдай қаласа, алдарымызда мезгіл, варенье жабатын мезгіл келе жатыр ғой. Варенье жабуларыңызға, Құдай қаласа, қыстың қамын жазда жаса демекші. Қыстың қамын осы жазда жасап, шекер ұтуларыңызға мүмкіндік бар. Бұлайнан отырып, қалай болса да болғанда, отырып бұлайнан көтеріп, мен сіздерге көрсетем үлгісін. Сол бір рет болсын, үш рет болсын, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Кім көтереді, сол үйіне Құдай қаласа мына шекерді алып кетеді. Ал ер адамдарымызға асықпай басқа да ойындарымыз бар. Әзірге тамақтан алыңыздар, асықпаңыздар. Құдай қаласа, дастархан басында отырыңыздар, көшеге көп кет қала бермеңіздерші, өтініш. Ауыл жеңгелері мен қонақтарға енді Құдай қаласа.
солар арасында енді ойнатамыз Құдай қаласа.